Алтын айдар ертегісі. Баяғыда бір хан болған екен. Оның екі әйелі болыпты. Олардың балалары болмапты. Хан сапарға кетерде, мен келгенше не істеп не табасыңдар деп әйелдерінен сұрапты. Сонда үлкен әйелі айтыпты: сен келгенше алтыннан үлкен үй салдыртып қоямын деп. Ал кіші әйелі: мен алтын айдарлы ұл баламен қыз табамын. Олардың аты алтын айдар болады депті. Хан солай сапарға шығып кетеді. Хан 2-3 жылдан соң сапардан оралады. Сонда үлкен әйелі алтыннан үй салдырып қойыпты. Кіші әйелі алтын айдарлы бала тапқан екен. Бірақ оны үлкен әйелі күндеп, балаларын ұрлатып құдыққа тастатып, сен күшік таптың деп бәле қылыпты. Бейшара тоқал жылап шарасыз көніпті. Хан күшіктерді көріп тоқалын үйінен қуып жібереді. Сонда құдыққа тасталған балаларды бір құс келіп көтеріп әкетіп, қаланың шетіндегі бір кемпірге әкеліп берген екен. Ол кемпірдің ұлы да қызы да болмапты. Балалар кемпірмен 4-5 жыл тұрғаннан кейін кемпір қайтыс болады. Бала содан құлан аулап, етін тамақ терісін киім қылып жүріпті. Сөйтіп жүріп таудың үңгірін пана қылады. Балалардың тірі екенін білген үлкен әйел сиқыршы әйелді жіберіп балаларды өлтіруге жұмсайды. Сиқыршы әйел келсе, бала аңға шығып кеткен екен. Қарындасы үйде отыр. Қарындасына айтады: ағаң-ай, мына жақта Күлмесқан дегеннің бір биесі бар. Биесі күнде құлындайды, құлындары арғымақ тұлпар болады деп айтады да кетіп қалады. Бұл кемпір қастық ойлаған екен. Ол жаққа барған адам адасады не өліп келеді екен. Кешке ағасы келгенде қарындасы кемпірдің айтқанын ағасына айтып баяндап береді. Бұны естіген ағасы құлынды іздеп сапарға шығып кетеді. Жолда келе жатып бір дарияға кезігеді. Бұл дариядан өткен адам бір пәлеге душар болмай қайтпайды екен. Бала дариядан өтіп келе жатқанда бір перінің қызы кемені аударуға келе жатады. Перінің қызы кемені аудара бергенде, бала қыздың қолынан шап беріп ұстап, жүзігін қолынан суырып алады. Солай жөніне кете береді. Солай Күлмесханға жетеді. Күлмесханның биесі сол кезде құлындап жатыр екен. Бала Күлмесханға: тақсыр рұқсат болса құлыныңызды алайын дейді. Сонда хан: ала ғой депті. Сөйтсе құлынды өздері де ала алмайды екен. Ол құлын тула салысымен бір перінің қызы алып кетеді екен. Бала күзетіп тұрғанда перінің қызы бұлт болып келіп, құлынды ала бергенде бала қылышымен бұлытты салып кеп қалады. Сонда пері қызының кебісімен құлынды алып қалады. Ханға келіп кебіспен құлынды көрсетеді. Хан балаға батасын береді. Бала қарындасына келіп сақина мен кебісті, құлынды беріп өз тағы аңға кетеді. Сиқыршы кемпір тағы да келіп, құлын мен сақинаны, кебісті көріп қарындасына айтады: көрдің бе, мен сендерге жақсылық ойлаймын. Ағаң саған сақина алып келді. Енді тағы да бір жаққа жібер, сандық алтын алып келсін дейді де кетіп қалады. Ағасы келгенде қарындасы: бір жерде алтын сандық бар екен, соны маған алып кел дейді. Ағасы тұлпар құлынға мініп тағы да кетеді. Жолда бір кемпірді көреді. Ол жердің жыртығын жамап отырған кемпір. Кемпірге келіп: шешей, не қылып отырсың деп сұрайды. Мен осы жердің жарығын тігіп отырмын депті. Не үшін деп сұрасаң, өзіңдей батырлар сандық алтын үшін осында кіріп өледі дейді. Онда маған да сандық керек деп жердің астына кіріп кетеді бала. Сонда бір пері шығып айқайлайды: тапал тас үйден болсаң, хабарлас деп айтқанда бала тас болып қатып қалады. Тұлпары 1-2 күн күтіп келмеген соң жылап үйіне қайтады. Қыз ағасының өлгенін біліп тұлпарға мініп, жер жамап отырған кемпірге келіп ағасын сұрайды. Кемпір: ағаң өлді, барма, барсаң сен де өлесің дейді.
Сонда қыз өлсем де ағамды көріп кетейін деп. Сонда кемпір: сен жылай бер. Жер үстінде мен мұңдық, жер астында сен мұңдық деп айт. Қыз осылай айтып жылап кіріп бара жатқанда алдынан бір пері қызы шығып, мұңын сұрап, аяп ағасын тірілтіп береді. Содан жүріп келе жатып бір үлкен орман көреді. Орманға кіріп, ағасы қарындасын, тұлпарын бір жерге қалдырып қояды. Өзі орман ішін аралап жүре береді. Бір уақытта ақ отауды көреді. Отауға кірсе, ішінде ешкім жоқ екен. Сол сәтте екі пері қызы ұшып келіп отаудың төбесіне қонады. Пері қыздары бір-біріне: ай, мен бір қорықтым. Судағы кемемді аударып жүргенімде бір бала қолындағы сақинамды тартып алды дейді. Мен ол баланы көрсем, оған әйел болар едім дейді. Сонда кіші қызы да айтыпты: мен де қорықтым. Ханның құлынын ала бергенімде бір бала күзетіп тұр екен. Құлынды менен тартып алды дейді. Ол табылса, мен де оған әйел болар едім дегенде, оны естіп тұрған бала: міне, әйел болсаңдар, оларды сендерден тартып алған бала мен боламын дейді. Екі қыз келісіп некелерін қиып балаға тұрмысқа шығады. Бала қыздарды отауымен көшіріп, қарындасы мен тұлпар тұрған жерге алып келеді. Барлығы жиналып баяғы тұрып жатқан жеріне келеді. Сол жерде аң аулап өмір сүреді. Бір күні аңға шыққанда бір адамды кезіктіреді. Екеуі де бірге жүре береді. Алдарынан бір аң шығып көлбеңдеп жүріп қоймайды. Сонда атайын деп екеуі де ұмтылғанда, әлгі аң кісіге айналып, атайын деген адамға: мынау сенің ұлың, ал балаға: мынау сенің әкең дейді. Сендерді мыстан кемпір айырған дейді де өзі ғайып болып кетеді. Содан әке мен бала табысып, әкесі ұлын үйіне апарады. Баяғы мыстан мен үлкен әйелін өлтіртіп, ал балалардың анасын бала таппадың деп қаңғытып жіберген екен. Хан балалардың анасын тапқызып, өзіне қайтадан әйел қылып алады. Хан ұлын еліне патша қылып сайлап, баласының әйелдерін алдыртып, ұлан ғасыр той жасайды. Мұрат мақсаттарына жетеді.